Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдығатындар көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикалық мәліметіне сүйенсек, жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады екен. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарда ғана кездессе, статистикалық мәліметтер дерттің жастар арасында да артып бара жатқанын байқатады. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 5000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жүректің ауруы қандай да бір сырқаттың асқынуына немесе жүрек қан-тамыр жүйесі қызметінің бұзылуымен зақымдануынан пайда болатын ауру. Жүректің ишемиялық ауруы қаупінің жоғарылауына байланысты 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші, ата-ана арқылы берілетін тұқым қуалаушылық. Әлем халқының шамамен 25% генетикалық факторларға байланысты миокард инфарктісінің дамуына бейім. Сондықтан да сізде жүрек қан-тамыр ауруын болдырмас үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс және теңгерімді тамақтану маңызды. Айта кету керек, дәрумені жүрек ауруына қарсы қорғаныс қасиетіне ие. Екінші, ер адамдар жүрек ауруларының дамуына көбірек бейім келеді. Себебі олар әйел адамдардағыдай жыныстық гормондар, яғни эстрогендер жоқ. Бұл белсенді заттар қан тамыр мен жүрекке қорғаныс әсерін тигізеді. Сол себептен де көп жағдайларда ер адамдар жүрек ауруларына жиі шалдығады. Үшінші, әрине адамның жасы ұлғайған сайын қандай да бір аурумен ауыру қаупі де айтарлықтай арта түседі. Сондықтан да егде жастағы адамдар мейлінше денсаулығына мән бергендері абзал. Жүрек шамамен минутына 70 рет арық. Бір жылда 37 миллионнан астам рет соғады. Егер жүрек ауырса, бүкіл ағзаның жұмысы нашарлайды. Елімізде адам өлімінің 47%-на осы жүрек ауруы себепкер болады екен. Жалпы жүрек ауруларының түрлері өте көп. Ең көп тараған түрі стеокардия немесе жүрек миокардиясының ишемиясы. Ишемия деген жүректің қалыпты жұмыс істеуі үшін оттегінің дұрыс клеткаға бармауы салдарынан болады. Себебі қан тамырларда оксидативті күйзеліс орын алғанда тамырдың қуысы тарыла бастайды. Жүрек аурулары әлемнің көптеген дамыған елдерінде денсаулық сақтаудың басты проблемасының біріне айналған. Дертке әкелетін басты себеп ол өз денсаулықтарына көңіл бөлмегеннен болады. Жүрек ауруынан хабар беретін 10 белгі. Жалпы адамның ағзасы үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады екен. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе егде жастағы қарттар және артық салмағы бар, қант диабеті және гипертониямен ауыратындар немесе холестерині жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамаған жөн. Шыны керек, ауырып сыр берсе де мән бермей жатамыз. Сіз байқай бермейтін жүрек ауруының 10 белгісін сіздерге ұсынамыз. Бірінші, кеуденің ауырсынуы. Мамандардың пікірінше кеуденің ауырсынуы ең көп тараған болып саналады. Оны нақты сипаттау мүмкін емес. Себебі кейбір адамда кеуде тұсы сығып ауырса, басқаларында шымшу немесе жан ішіп ауыратын кездерде болады. Егер мұндай сезімдер пайда болса, онда жүректің ультрадыбысы немесе кардиограмма жасату керек. Бірнеше минуттан астам уақытқа созылған қатты ауырсыну кезінде жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Екінші, тәбеттің жоғалуы, жүректің айнуы, асқазанның ауыруы немесе ауырлық сезім. Әрине жүрекке ешқандай қатысы жоқ көптеген себептерге байланысты ас қорыту жұмысы бұзылуы әбден мүмкін. Соның бірі ешқандай себепсіз жүрек айнуы немесе кеудедегі ыңғайсыздық белгілер байқалса, дәрігерге барған дұрыс. Себебі қан ағымының төмен болуы жүрек қызметінің нашарлығының белгісі. Үшінші, тістердің немесе төменгі жақтың ауруы жүрек ауруларының белгілері болып табылады. Тістегі кариес, иектің ауырсынуы суық тигеннен мазалап ауырады. Алайда төменгі жақ пен тістегі ауырсыну жүрек ауруының белгілері болып табылады. Ауыз қуысындағы бактерия қанға еніп, тамырларда қабыну тудыруы әбден мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруына әкеліп соқтырады. Ешқандай себепсіз тістеріңіз үнемі мазаласа, кардиологқа көрінген жөн.
Төртінші, қол мен аяқтың ауруы. Сол жақ иығыңыз немесе бірден екі қолыңызда ауырсыну байқалса, бұл жүрек ауруының айқын емес белгілерінің бірі. Егер жақын арада дененің бөліктерінде соққы және зақым алмасаңыз, маманға көрінген абзал. Себебі аяқ артерияларының ауырсынуы перифериялық тамыр ауруының белгісі, яғни аяқтың тамырларында проблема болса, жүректі тексерту керек. Бесінші, тершеңдік. Денеде қанша адреналиннің жеткілікті мөлшерін жіберіп, жүрек соғуын тездетеді. Осыған байланысты қатты терлеу басталуы әбден мүмкін. Бұл өз алдында қорқынышты емес, бірақ онымен бірге айқын әлсіздік пен ауырсыну болса, дәрігерге көрінген дұрыс. Себепсіз терлеу жүрек ырғағының бұзылуы туралы сигнал. Алтыншы, шаршау. Бұл жалпы көп ауруларда кездесетін белгі. Шамадан тыс шаршау миокард инфарктісі сияқты жүрек ауруының белгісі болып саналады. Егер қимыл қозғалыс кезінде тез шаршасаңыз және бұл жағдай бірнеше күн жалғасса, онда кардиологқа көрінген жөн. Себебі әлсіреген жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды. Нәтижесінде ағзада қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігі сезіле бастайды. Жетінші, естен тану немесе көздің қарауытуы. Көздің қарауытуы, көру өткірлігінің төмендеуі түрлі себептерге байланысты болады. Жалпы себеп әдетте қан қысымының кенеттен төмендеуі, миға оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі. Сондай-ақ естен тану немесе жүрек бұлшықетінің немесе жүрек клапандарының бұзылу салдарынан болуы мүмкін. Сегізінші, қатты қорылдау. Кез келген адам ұйықтап жатып, қорылдауы жиі кездесетін құбылыс. Қорылдау шынымен де адам денсаулығы үшін қауіпті. Себебі қорылдаған кезде тыныс алу тоқтап қалуы мүмкін. Бұны медицинада апной деп атайды. Яғни оттегі жетіспеушілігіне байланысты адам инфаркт пен инсульт сияқты ауруларға душар болады. Сондықтан да қорылдауды жай ғана әдет деп қарамай уақытылы қаралған дұрыс. Тоғызыншы, себепсіз ентігу. Тыныс алудың қиындауы қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі. Көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауының өз кезегінде жүректің бұзылуынан туындауы мүмкін. 10-шы, ұзақ уақытқа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тигеннен пайда болады. Егер жөтел бірнеше апта ішінде басылмаса, дәрігерге көрінген жөн. Себебі ұзақ уақытқа созылған жөтел аллергияға немесе бронхитті асқындыруы мүмкін. Алайда кей жағдайда бұл жүрек ауруының белгісі болып табылады. Жүрекке пайдалы 10 тағам. Уайымсыз дене, сау жүрек, толыққанды өмір сүрудің толық кепілі. Бұл үшін көп нәрсе қажет емес. Ол үшін жаман әдеттерден арылу, көбірек қозғалу, жүрекке пайдалы өнімдерді пайдалану, жүрегіңіздің саулығын сақтау үшін алдымен тамақтану тәртібіңізге көңіл бөлген жөн. Себебі жүрек үшін дұрыс және салауатты тамақтану маңызды. Жаңғақ, бадам, жер жаңғақ, грек жаңғақ және тұзсыз пісте жүрекке пайдалы. Себебі ол Е дәруменіне бай. Бұл қандағы қажетсіз холестерин деңгейін төмендетеді және қан тамырының қабырғасын нығайта түседі. Ал грек жаңғағының құрамында омега-3 деңгейі жоғары. Ол жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Буындар мен иммундық жүйені нығайта түседі. Сонымен қатар терінің баяу қартаюына ықпал жасайды. Зерттеулер көрсеткендей, күніне небәрі 30 грамм жаңғақ жүрек қан тамырлар ауруынан болатын өлім қаупін 20% төмендетеді екен. Кептірілген өрік. Құрамында А, В дәрумендер болғандықтан кептірілген өрік жүрекке пайдалы тағамдар рейтингісінде жоғарғы орынға ие. Өрік темір, калий және магнийге өте бай. Ол гемоглобинді арттыруға, жүйке жүйесін нығайтуға жақсы көмектеседі. Ескертетін жайт, гипертония төмен адамдар сақ болуы керек. Себебі бұл қан қысымын төмендетеді. Мамандар кептірілген өрікті күнделікті 100 грамм пайдалану қауіпсіз екенін айтады. Сұлы. Таңғы асқа сұлы пайдалы әрі тойымды тағамның бірі. Ол адам ағзасына қуат береді, салмақ жоғалтуға көмектеседі. Ол қант диабетінің алдын алады және жүрек денсаулығын жақсартады. Сұлы майының құрамында еритін талшық бар.
Ол ағзаға қажет емес холестериндерді сіңіреді және оны денеден шығарып тастайды. Қызыл бұршақ. Қызыл бұршақ магний, калий, фолий және басқа да пайдалы микроэлементтерден тұрады. Жүрек пен қан тамырларға, сондай-ақ бүкіл денеге табиғи қорғаныс болып табылады. Қызыл бұршақтың құрамындағы пайдалы дәрумендер қандағы қантты төмендетуге көмектеседі және қант диабетінің қаупін азайтады. Зәйтүн майы. Зәйтүн майы жүрек қан тамырлар ауруларының, әсіресе инфаркт пен инсульттің, сондай-ақ қатерлі ісіктің алдын алатын табиғи құралы болып табылады. Сонымен қатар ғалымдар зәйтүн майындағы олеин қышқылы рак клеткаларын болдырмайды дейді. Тиісінше аурулардың, әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің дамуының қаупін азайтады. Анар. Анар шырыны жүрек ауруы бар адамдар үшін пайдалы және қан айналымын жақсартады. Жемістегі темір анемияға жақсы көмектеседі және темір тапшылығының дамуына жол бермейді. Сонымен қатар адамның жалпы жағдайы мен көңіл күйіне әсер береді. Балық. Балықтың құрамындағы майлар жүректің қалыпты жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Лосось, тунец, скумбрия және теңіз өнімдерінде жүрек бұлшық етін тамақтандыру үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Бұл өнімдерде көптеген омега-3 май қышқылы бар. Ол жүрек қан тамыр жүйесінің тоқтау қаупін болдырмайды. Жүрек ырғағын сақтауға жақсы көмектеседі. Алма. Алманың құрамында с дәруменнің көп болуына байланысты қан тамырлары күшейіп, олардың зиянды микробтарды өткізгіштері азаяды. Алма ең күшті қан тазартатын және табиғи ауыртпалықсыз. Егер қаныңыз таза болса, жүрек тазартуға аз энергия жұмсайды. Сарымсақ. Тек суық тиюде және тұмаумен күресуде ғана емес, сонымен қатар қант диабетімен ауыратындар арасында жиі кездесетін кардиомиопатияны болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ антиоксиданттық және микробқа қарсы қасиеттері де бар. Қан қысымын реттеуге және холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Ем болсын. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау-саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Пайдаларыңызға жарасын.